Каспий теңізі. Әлемнің екі бөлігі Еуропа мен Азия аумағында орналасқан жер бетіндегі ең үлкен ағынсыз көл. Оның тек осы өңірге ғана тән 400-ден астам эндемик түр мекендейтін бірегей экологиялық жүйесі бар. Каспий дүние жүзінде теңдесі жоқ биологиялық ресурстарға бай. Мұнда 130-дан астам балық түрі тіркелген. Солтүстік Каспийдің орасан зор өзендер жүйесі мен ұлан-ғайыр сулы батпақты алқаптары сан алуан флора мен фаунаның, соның ішінде миллиондаған жыл құсының мекені. Алайда қазіргі кезде Каспий теңізіне қатер туып тұр. Ең күрделі стресс факторлар жаһандық климат өзгеруі. Соның салдарынан Каспий маңы өңірі шөлейттеніп, теңіз деңгейі төмендеуі. Оған қоса, өңірдегі өнеркәсіптің дамуына байланысты антропогендік әсердің күшеюі. Бұл факторлар Каспийді мекендейтін түрлердің бәріне, соның ішінде тек осы теңізде ғана тіршілік ететін Каспий итбалығына әсер етпей қоймайды. Каспий итбалығы эндемик және Каспий теңізіндегі суда мекендейтін жалғыз сүтқоректі. Ол қорек тізбегінің шыңында орналасқан. Сондықтан оның популяциясының тұрақты күйі теңіздегі бүкіл экожүйенің хал жайының индикаторы іспетті. Ескек аяқты осы жануар теңіздің бүкіл акваториясында солтүстік Каспийдің жағалау маңы аймақтарынан бастап Иран жағалауына дейін кең тараған. Итбалықты Каспий теңізінің солтүстік бөлігіндегі суы тайыз аудандарда да, оңтүстік бөлігіндегі терең аймақтарда да, климаты суық аудандарда да, жылы аралдарда да жолықтыруға болады. Жалпы алғанда итбалықтардың 19 түрі бар. Олар негізінен полюс маңындағы ендіктерде таралған. Олар дүние жүзінің кез келген бөлігінде, теңіздер мен мұхиттардың барлық дерлік жағалауында ұшырасады. Анағұрлым көп түрі Арктика мен Антарктиданың суық теңіздерінде тіршілік етеді. Ал Каспий итбалығы мен Байкал нерпасы сияқтылары құрлықтың ішкі су қоймаларында мекендейді. Каспий итбалығының шығу тегі туралы мәселе күрделі әрі көп мәнді. Қазір негізгі екі жорамал бар. Олардың біреуіне сүйенсек, шығыршықты, Балтық және Каспий нерпасының ортақ арғы тегі ежелгі Паратетис мұхитында тіршілік еткен. Шамамен 2,5-3 миллион жыл бұрын олардың кейбірі солтүстік мұзды мұхитқа қоныс аударған. Ол кезде бұл мұхит солтүстік ендіктің 61 градусына дейін, ал Паратетис солтүстік ендіктің 55 градусына дейін жалғасып жатқан, және олардың арасы шамамен 500 шақырым болған. Паратетисте қалған итбалықтардан Каспий итбалықтары тарап, күні бүгінге дейін көне мұхиттың оқшауланған бөлігі Каспий теңізінде тіршілік етіп келеді. Екінші жорамал бойынша Каспий итбалығы солтүстік Арктикадан тараған. Қалай болғанда да қазір оның мекендеу ортасы тек Каспий теңізімен шектеліп тұр. Теңіздің солтүстік бөлігі Каспий итбалығы үшін анағұрлым маңызды. Күзден бастап көктемнің ортасына дейін Каспийдің бүкіл акваториясында қоныс аударып жүретін итбалық популяциясының негізгі бөлігі тіршілік ету цикліндегі ең маңызды кезеңдерінің бірі көбею үшін дәл осы жерде жиналады. Аналықтардың көбі қаңтардың аяғы, ақпанның басында күшіктейді. Буаздық мерзімінің ұзақтығы 11 ай. Каспий итбалығының ұрғашысы әдетте бір күшік туады. 2 күшік тууы сирек. Кейінгі жылдары итбалықтардың күшіктейтін жатақтары негізінен
мұз массивінің қазақстандық бөлігінде түзіледі. Жаңа туған күшік ақүрпектің тұрқы 65-79 см, ал салмағы шамамен 5 кг. Түгі жұмсақ, ұзын және қалың, түсі ақшыл, жон арқасы сұрғылт болып келеді. Ақүрпек деген аты да соған орай қойылған. Ақүрпектер 2 аптаға шыққанда түлей бастайды. Ит балықтың енесі күшігін 3 апта бойы күндіз түні емізеді. Сүті құнарлы, майлы. Нәтижесінде күшік өте тез өседі. Енесін ему кезеңі аяқталарда оның тұрқы шамамен 85 сантиметрге және салмағы шамамен 15 килограммға жетеді. Ақпанның аяғы, наурыздың басында күшіктер енесінен ажырап, дербес тіршілік ете бастайды. Олардың негізгі бөлігі наурыздың алғашқы жартысында мұз жамылғысынан бір жола кетеді. Ұрғашы итбалық күшігін емізуді доғарғанда, ересек итбалықтарда күйлеу кезеңі басталады. Бұдан сәл бұрынырақ аталықтары күшікті жатақтарға кимелеп кіре бастайды. Ал ақпанның екінші онкүндігінде, әсіресе айдың аяғына таяу, аталықтар ұрғашылардың соңына түсіп, өзара шайқаса бастайды. Біраз уақыттан соң жануарлар судан да, мұз үстінен де байқауға болатын жұп-жұп болып бөлініп алады. Наурыздың алғашқы 10 күндігінің аяғына қарай ит балықтардың көбі ұйығып болады. Күйлеу маусымы аяқталғаннан кейін түлеу кезеңі басталады. Жаңа туған күшіктерден өзге жас топтарының бәрі түлейді. Түлеп жатқан ит балықтардың ана құрлым көп топтары наурыздың алғашқы жартысында үлкен аралық су ауданында байқалады. Қалқыма мұздар ергеннен кейін түлеп жатқан ит балықтар қайраңда түзілетін биік мұз үйінділеріне жайғаса бастайды. Жануарлар мұз ергенше толық түлеп үлгермейді. Сондықтан қатты субстрат іздеп, кеуіп келе жатқан қайраңдарға шыға бастайды да, теңіздің солтүстік бөлігінде арал жатақтар түзеді. Мамырдың аяғы, маусымның басында Каспий ит балықтарының көбі түлеп болады. Түлеу жатақтарының құрамы уақыт өте өзгереді. Алдымен онда ит балықтың еркегі де, ұрғашысы да, ересектер де, күйлейтін шаққа жетпегендері де жатады. Алайда кейін сәуірде ересек ұрғашылар мұздан кетіп, еркектер мен жас ит балықтар ғана қалады. Жыл сайын популяцияның негізгі бөлігі 90%-ға дейін көктемде қорек іздеп, орта және оңтүстік Каспийге қоныс аударып, сол жақта қонданады да, күздің аяғына қарай мұз үстінде күшіктеу үшін солтүстік Каспийге қайта оралады. Ит балықтардың көктемде теңіздің суы тайыз солтүстік бөлігінен оңтүстікке қарай қоныс аударуының бір себебі жазда су жылып кетуі. Бұлар тым жылы суды жақтырмайды. Жазда негізінен күйлейтін шаққа жетпеген ит балықтар Каспийдің солтүстік шығыс және солтүстік батыс бөліктеріндегі бір қатар аралдарда жағалау жатақтарын құрады. Күздің аяғына дейін бұл жатақтарға алдымен ересек еркектер, содан кейін буаз ұрғашылар келеді. Ит балықтар аралдардағы жатақтарда мұз қатқанша жатады. Каспий ит балығы популяциясы кейінгі 100 жылда азайып кеткенінің себептері ғалымдарды, экологтарды, мемлекеттік органдар мен дүниежүзілік қоғамдастықты алаңдатып келеді. Ит балық аулау кәсіпшілігі бағзы заманнан бері болған. Бұл жануарды адамдар күн көрісі үшін көп аулайтын. Жүнінен киім тоқып, терісін қайық жасауға пайдаланған. Майынан шам жағып, өкпе ауруына қарсы дәрі жасаған. 19 ғасырда және 20 ғасырдың басында ит балық аулау кеңінен тарала бастады. Ол кезде осы бір ғажап жануарлардың келешегін ешкім ойлаған жоқ. 20 ғасырдың 60 жылдарына дейін қарқынды болған аңшылық кәсіпшілігі мен Каспий теңізіндегі экологиялық жағдайдың нашарлауы салдарынан ит балықтар популяциясы азайып кетті. 1970 жылы ғана қолға алынған аңшылық кәсіпшілікті реттеу шаралары жағдайды біршама тұрақтандырып, 1980 жылдарға дейін бір деңгейде сақталып тұруына себеп болды.
Болжамдарға сүйенсек, 20 ғасырдың басында Каспий итбалығы популяциясының саны 1 миллион дараға жуық болған екен. 1973 жылы күшіктеу жатақтарында күшіктеп жатқан аналықтарды алғаш рет әуеден суретке түсіру, олардың жалпы санын анағұрлым дәлірек анықтауға мүмкіндік беріп, сол кезде 450 мың бас деп бағаланды. Қазір ғалымдардың деректері бойынша Каспий итбалығы популяциясының жағдайы мүшкіл. Жануарлар әлемінің осы түрі 1960-1970 жылдары шектен тыс пайдаланылып, саны азайып кеткенімен қатар антропогендік жүктеме және қыс қалыптан тыс жылы болып кеткенінің кесірінен мекендеу орындары тарылып бара жатқаны итбалық популяциясының көбейіп, тұрақты даму деңгейіне жетуіне мүмкіндік бермей отыр. Бөгде қоныстанушы түрлер, аурулар, ортаның ластануы және басқа да факторлардың зияны тағы бар. 2000 жылғы көктемде итбалықтар жаппай қырылды. Ресми деректер бойынша 10 мыңнан астам үлкенді кішілі итбалық опат болған. Ғалымдар жануарлардың жаппай қырылуына, олардың созылмалы уыттануы салдарынан иммунитеті әлсіреп, паразиттік және ет қоректілер обасы сынды жұқпалы аурулардың таралуы себеп болған деп есептейді. Осы теңіз сүтқоректілерінің өліміне көбіне жіті респираторлық вирустық инфекциялардан туындайтын пневмония себеп болады. Және ғалымдар алған деректер итбалықтардың өліміне вирустардың қатысы бар екенін көрсетіп отыр. Атап айтқанда, ғылыми ұйымдардың тұжырымдары бойынша 2022 жылғы қарашада анықталған итбалық дараларының көпшілігінің өліміне жануарлардың күзгі шоғырлануы кезеңінде аралас тұмау мен морбилли вирустық инфекцияның өршуі салдарынан туындаған вируспен байланысты жіті пневмония себеп болған. Итбалықтардың иммундық токсикологиялық элементтер мен қосылыстардан созылмалы улануы салдарынан жануардың иммунитеті нашарлап, ағзасының жалпы төзімділігі азайып, жұқпалы ауруларға шалдығуға бейімдігі артады. Осы жануар түрінің биологиялық ерекшелігі тіршілік ету ортасының маусымға қарай өзгергіштігі. Бұл ретте Каспий итбалықтарының күшіктеуі мен түлеуіне солтүстік Каспийдің қазақстандық және ресейлік секторларында ғана қалыптасатын мұз жамылғысы қажет екенін атап өткен жөн. Осыған байланысты итбалықтардың жаппай қырылуы негізінен Каспий теңізінің қазақстандық бөлігінде, ал кейінгі жылдары ресейлік жағалауында да тіркеліп отыр. Бұған қоса, қоныс аудару жолдарының ерекшелігіне байланысты Каспий итбалықтары қазаннан мамырға дейін негізінен Каспий теңізінің солтүстік шығыс бөлігінде мекендейтінін атап өту керек. Оған қоса, ғалымдардың деректеріне сәйкес, жыл сайын итбалықтардың жалпы популяциясының шамамен 0,15% табиғи себептермен мерт болады екен. Сөйтіп, қыста мұз алқабында және теңіз акваториясы бойындағы су қабатында мерт болған итбалықтардың өлекселері көктем туы негізінен батыстан соғатын жел мен жер үсті ағыстарының басым бағыттары кесірінен Қаражанбас, Қаламқас және Баутин шығанағы ауданындағы қазақстандық жағалауға шығып қалады. 2008 жылы Қазақстан, Ресей және Батыс ғалымдарының зерттеулеріне сүйеніп, Каспий итбалығы жойылу қаупі төніп тұрған түр санатына жатқызылып, халықаралық табиғатты қорғау одағының қызыл тізіміне қосылды. Қазір ол Каспий маңындағы 5 мемлекеттің қызыл кітабына енгізілген және олардың аумағында итбалық аулауға тыйым салынған. Ғалымдардың пайымдауынша, Каспий итбалығы популяциясының тіршілік ету қабілеті сақталуына анағұрлым жағымсыз әсерлердің бірі климат өзгеруі. Солтүстік Каспий акваториясының біршама ауданында мұз қатпайды. Бұл популяцияның толығуы деңгейі төмендеуіне соқтырады. Қазір жаһандық жылынуға байланысты итбалықтардың күшіктеу жатақтарын түзуіне жарамды мұз алаңдары азайып бара жатқаны байқалып отыр.
Сондай-ақ ит балықтар үшін қыс жылы болғаны аса қауіпті. Жаңа туған күшіктер қыс жылы кезде мұз жұқа қатуы салдарынан әлденбей жатып суға түсіп кетуі мүмкін. Содан жас төл, кейін аурушаң болады. Қыс жылы кезде күшіктеуге қолайлы мықты мұз ауданы аз ғана. Сондықтан шектеулі кеңістікте теңіз жануарлары көп шоғырланады. Мұндай жағдайда жануарлардың бірнешеуі ауырғанның өзінде олар өзгелеріне ауру жұқтырады. Каспий ит балығы Каспий теңізінің эндемигі және фаунасындағы сүтқоректілердің жалғыз өкілі. Ол бүкіл теңіз аумағында қоныс аударады және трансшекаралық биоресурс санатына жатады. Қазақстан Республикасының экология және табиғи ресурстар министрлігі Каспий ит балығын сақтау мақсатында кейінгі жылдар бірқатар елеулі шара жасады. 2020 жылғы қарашада үкімет қаулысымен Каспий ит балығы сирек кездесетін және құрып кету қаупі төніп тұрған жануар түрлері тізіміне енгізілді. Оның үстіне республикалық бюджет есебінен ғылыми ұйымдар бағдарламалық мақсатты қаржыландыру шеңберінде мына мәселелерді қарастыратын зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Каспий ит балығының маңызды деген маусымдық жатақтарын анықтау, ит балықтардың жатақтардағы таралуын, санын және шоғырлану құрылымын зерттеу, ит балықтардың қоректенуін бағалау үшін материалдар жинап талдау, ит балықтарға ен салып олардың қоныс аударуын зерттеу. Сонымен бірге 2021 жылғы қыркүйекте өткен Қазақстан мен Ресейдің 17-ші өңіраралық ынтымақтастық форумында Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ғылыми ұйымдардың жұмысын қолдау мақсатында Каспий ит балығының популяциясын сақтау үшін солтүстік Каспийде мемлекеттік табиғи резерват құру мүмкіндігін анықтау жөнінде тапсырма берді. Осы форумда Қазақстан Республикасының экология және табиғи ресурстар министрлігі және Ресей Федерациясының экология және табиғи ресурстар министрлігі арасында Каспий ит балығының популяциясын сақтау жөніндегі 2021-2026 жылдарға арналған бірлескен іс-әрекеттер жоспарына қол қойылды. Осы жоспар шеңберінде Ресей ғалымдарымен бірге Каспий ит балығы популяциясының жай күйіне зерттеу жүргізіліп жатыр. Өйткені ит балықтың күшіктеуіне болатын мұз жамылғысы Каспий теңізінің қазақстандық және ресейлік секторларында ғана түзетіледі. Мониторингілік зерттеулер мыналарды қамтиды. Бірінші, мұз алқабының күйін метеодеректері мен спутниктен түсірілген суреттерге қарап зерттеу. Екінші, Каспий ит балығының санын бағалау үшін әуеден мультиспектр фото түсіру. Соның ішінде жылу байқағыш құрылғылармен үздіксіз суретке түсіру. Бұл ретте фотосуреттер әуеден түсірілген суреттерді сәйкестендіруге және инфрақызыл суреттерде ит балықтарды тануды құжаттап растауға мүмкіндік береді. Жылығанды ит балықтың дене қызуы мен қар мұз жамылғысы температурасының елеулі айырмасына қарай жылу байқағыш құрылғымен суретке түсіру мұз үстіндегі жылыққанды теңіз сүтқоректілерін анықтау үшін анағұрлым тиімді. Үшінші, ит балықтарға келетін әсерді барынша азайту үшін мұз жарғыш кеменің жүру маршрутын түзету мақсатында әуеден барлау жүргізу. Төртінші, Каспий ит балығының қоныс аударуын бақылау үшін жекелеген ит балықтарға спутникпен байланысы бар ен салу. Қазір ғылыми зерттеулерге сүйеніп, резерват құру бойынша жаратылыстану ғылыми негіздеме жобасы әзірленді және алдағы уақытта ерекше қорғалатын табиғи аумақ құрудың техникалық экономикалық негіздемесі әзірленеді. Жаратылыстану ғылыми негіздеме жобасымен ерекше қорғалатын табиғи аумақтың санаты, сонымен қатар шекаралары, ауданы, күзету режимі және оның аумағында белгілі бір қызмет түрін жүргізу мүмкіндігі анықталады. Қазір 2023 жылғы республикалық бюджетті нақтылау шеңберінде техникалық экономикалық негіздеме әзірледі, қаржыландыру қарастырылған. Жаратылыстану ғылыми және техникалық экономикалық негіздемеге сүйене отырып 2024 жылғы шілдеге дейін Каспий теңізінің акваториясында заңды тұлға түріндегі мемлекеттік табиғи резерват құру жоспарланып отыр. Июля 2024 года создание в акватории Каспийского моря государственного природного резервата в форме юридического лица.
NCOC компаниясы солтүстік Каспий жобасын дамыта отырып, мұнай операцияларын жүргізудің ең жоғары экологиялық стандарттарына сәйкес, солтүстік Каспийдің қоршаған ортасына қамқорлық көрсете жұмыс істейді. Компанияның бір мақсаты био әралуандықты және атап айтқанда Каспий итбалығы популяциясын қорғап сақтау. 2019 жылы NCOC компаниясының қаржылай қолдауымен Қазақстан мен Ресейдің 5 жылға есептелген мемлекетаралық солтүстік Каспий акваториясында Каспий итбалығын зерттеу бағдарламасы 2019-2023 жылдар әзірленді. Қазақстан мен Ресей ғалымдары арасындағы келісім солтүстік Каспийдің бүкіл акваториясында итбалық популяциясына кешенді зерттеулер жүргізуді көздейді. Ғалымдардың зерттеулері екі елдегі уәкілетті мемлекеттік органдардың Қазақстан Республикасының экология және табиғи ресурстар министрлігі балық шаруашылығы комитеті мен Ресей Федерациясының балық аулау жөніндегі федералдық агенттігінің жетекші мамандарымен келісіп әзірленді. Жұмысқа Қазақстан тарапынан Қазақстандық қолданбалы экология агенттігі, балық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығы, микробиология және вирусология ғылыми зерттеу орталығы, Ресей тарапынан бүкіл ресейлік балық шаруашылығы және мұхиттану ғылыми зерттеу институты және Северцев атындағы экология және эволюция мәселелер институты қатысады. Көп жылдық халықаралық бағдарламаның мақсаты Каспий итбалығын қорғау шаралары мен ұстанымдар әзірлеу үшін оның санының қазіргі ахуалы мен репродукциялық әлеуетін зерттеу, оның биологиялық ерекшеліктерін анықтау мақсатында осы сүтқоректі популяциясының қазіргі күйін зерделеп мониторинг жүргізу. Солтүстік Каспий жобасын дамыту барысында біз үнемі жоғары экологиялық стандарттарға сай болуды және солтүстік Каспийдің қоршаған ортасын сақтап қалудың қамын ойлаймыз. Көмірсутек өндіруден бөлек, жоба оператор ретінде біз және халықаралық серіктестеріміз алдымызға қоршаған ортаға тигізетін әсерді барынша азайтуды басты міндет етіп қойдық. Осыған орай біз теңіздегі және құрлықтағы қоршаған ортаға мониторинг зерттеулер жүргіземіз. Солтүстік Каспийдің мұзды аумақтарында ұрпақ өрбітетін итбалықтар үшін ресейлік батыс және қазақстандық шығыс теңіз бөліктерін қамтитын солтүстік Каспий ерекше құнды. Каспий итбалығын халықаралық деңгейде кешенді зерттеу осы бірегей теңіз сүтқоректісі популяциясының күйіне алаңдап жүрген ғылыми қоғамдастыққа жауап болды. Зерттеулерді біздің компания Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы ғалымдармен бірлесіп, бастамашы болып ұйымдастырды. Бірлескен зерттеулердің мақсаты Каспий итбалығының қазіргі жай күйін, Каспий теңізі жануарлар әлемінің эндемигі және Каспий экожүйесі күйінің индикатор түрі ретінде зерттеп тану. Каспий итбалығы популяциясының жай күйін анағұрлым толық түсіну мақсатында зерттеу жұмыстары алдында халықаралық ғалымдар тобы Каспий теңізінің жалғыз сүтқоректі жануары туралы көптеген белгілі әдеби мәліметтерді және 1994 жылдан бастап жоспарлы және дәйекті түрде жүргізіліп келген зерттеулер барысында компаниямыз жинақтаған ақпаратты мұқият қарастырды. NCOC компаниясы солтүстік Каспийде итбалықтар санын анықтайтын жыл сайынғы қысқы әуеден санауды, олардың көктем мен күзде мекендейтін қолайлы орындарын зерттеуді және теңіздегі мұз жарғыш кемелердің итбалық популяциясына әсерін анықтау жұмыстарын ұйымдастырды. Популяция саны солтүстік Каспийдегі мұз алқабында ересек ұрғашылардың басым көбі күшіктеу үшін жиналғанда, итбалықтарды қысқы әуеден санау кезінде зерделенеді. Әуеден санау салыстырмалы түрде алғанда қысқа мерзімде ауқымды кеңістікті зерттеуге мүмкіндік беретін популяция өлшемін дәл бағалау әдісі. Бұрын 2005-2012 жылдары компания бастамасымен және оның қолдауымен Каспий итбалығының популяциясын әуеден жеңіл моторлы ұшақ бортынан санау ұйымдастырылған. Санақты Норвегияның, Ұлыбританияның, Эстонияның, Қазақстан мен Ресейдің мамандарынан құралған халықаралық ғалымдар тобы жүргізген.
Сол кезеңде жүргізілген әуеден санау нәтижесі бойынша Каспий ит балығы популяциясының жалпы саны шамамен 110 мың деп бағаланды. Көп жыл қатарынан әуеден санау нәтижелері біршама шашыраңқы болды. Оған ит балықтардың ақшыл түсті күшіктері қар мұз жамылғысының түсімен тұтасып, ұшақ бортындағы қадағалаушыларға нашар көрінетіні себеп болды. Сонымен бірге ұшу барысында ересек жануарлардың елеулі бөлігі тіркелмей, назардан тыс қалған. Жануарлардың толық есепке алынбауы өзге көптеген факторларға байланысты болған. Күн райы жағдайлары, мұз жағдайы және ұшу параметрлері. Сөйте тұра, 2012 жылы тек солтүстік Каспийдің ресейлік аймағында Ресей ғалымдары жылу байқағыштармен, фото және видео техникамен жабдықталған зертхана ұшағымен ит балықтарға әуеден мультиспектр санақ жүргізгенде популяцияны 270 мың бас деп бағалаған. Осылайша, бағалаудағы қайшылықтар Каспий ит балығы популяциясын сақтау жөнінде бірыңғай ұстаным әзірлеуге мүмкіндік бермей отыр. Каспийдің теңіз сүтқоректілеріне санақ жүргізу әдіснамасын жетілдіру шеңберінде NCOC компаниясының экологтары осы жұмысқа қатыстырылған ғалымдармен бірлесе отырып, Ақ теңіз, Охота, Беринг және басқа да теңіздерде ит балықтарға қатысты сәтті қолданылып жатқан аспаптық визуалдық әуе санағын пайдалану туралы шешім қабылдады. Аспаптық санақ әдістерінің бір қатар артықшылығы бар. Жануарлардың едәуір салқын төсеніш бетіндегі үлкен жылу контрасты 5 пен 15 градус аралығында инфрақызыл суреттерде жануарларды оңай тануға мүмкіндік береді. Контраст жоғары болу арқасында инфрақызыл суреттерден жануарларды автоматты түрде тану және санау әдістері жақсы жұмыс істейді. Арнайы сканердің кең шолу жолағы есептік белдеуді ұлғайтуға мүмкіндік береді. Әуеден санау қажет құралдар көмегімен орындалуы жануарлар ұшырасқан әр жағдайды құжатқа түсіруге мүмкіндік береді. Аспаптық санақ әдістері тек ересек ит балықтарды ғана емес, сонымен бірге түсі қармен астасып, ажырату қиын болып жатқан күшіктерді де танып, сәйкестендіруге мүмкіндік береді. Популяциядағы аналықтар мен күшіктер санын әуеден мультиспектр санау кіші авиация ұшақтарынан инфрақызыл, видео және фото түсіріп жүргізілді. Негізгі ұшу биіктік 150-200 метр және ол мұз бетінің жылу кескінінен ит балықтарды тану үшін жылу белгілерінің қажет контрастын және фото суреттердегі ересек ит балықтар мен күшіктерді сенімді тану үшін жоғары деңгейлі айыру қабілетін қамтамасыз етеді. Әуеден мультиспектр суретке түсіру әдісі бойынша ит балық жатақтары инфрақызыл және көрінетін спектрде синхрон түрде суретке түсіріледі. Жұмыс жүргізілетін биіктікте үнемі төсеніш бетінің үздіксіз инфрақызыл түсірілімі жүргізіледі. Әуеден суретке түсіру кешенінің борт операторы компьютер экранындағы инфрақызыл кескіндер мен фото суреттер сапасын қадағалайды. Сонымен қатар, ит балықтардың көріну сапасын жақсарту үшін орындалатын әр галстың басында аппаратура баптауларын реттейді. Аспаптық түсіріліммен қатар, әр ұшақ бортынан визуалдық қадағалау жүргізіледі. Қадағалау ұшақ борттарын бойлай орналасқан иллюминаторлар арқылы кең шолу бұрышында үздіксіз жүргізіледі. Қадағалаушылар ұшу барысында ит балық жатақтарындағы ахуалға шолу жасап, мезгіл-мезгіл мұз және күн райы жағдайын хабарлап, сонымен қатар жануарлардың мінез құлқы, жыртқыштар бар жоғы, ластану туралы басқа да пайдалы ақпарат беріп отырады. Қадағалаушының хабарламасы мен түсіндірмелері аудио файлдарға жазылып, кейін түсірілім нәтижелерін түсіндіру барысында пайдаланылады. Санақтар зертхана ұшақтың көмегімен алдын ала есептелген арнайы координаттар транссекталар бойынша жүргізіледі. Санақ жүргізу үшін зертхана ұшақтың бортына орнатылған заманауи техникалық құралдар мұз алқабындағы ит балықтардың нақты санын анықтауға мүмкіндік беретін арнайы фотоаппараттар, видеоаппаратура, жылу байқағыш құрылғылар кешені қолданылады. Мұндай санау жүйесі өңірімізде алғаш рет қолданылып отыр. Все страны ареала
каспийского тюленя. Вот среди тех факторов, которые определяют жизнь каспийского тюленя, очень большое... Каспий ит балығының ғұмырына әсер ететін факторлар арасында мұздың күйі, мұздың бар жоғы елеулі орын алып отыр. Бұл ит балықтың Каспийде бағзы заманынан осы жерге дейін су болған кезден қалғанына байланысты. Ал негізі ол арктикалық түрге жатады. Арктикалық ит балықтардың бәрі сияқты ол да біршама дәрежеде мұзбен байланысты. Солтүстік Каспийдің батыс бөлігіндегі, шығыс бөлігіндегі мұздың ауданы түрлі дәрежеде өзгеріп тұратыны белгілі. Солтүстік Каспийдегі осы акваторияның суы таяз, онда ағыстар жоқ. Сондықтан ағыстар мұздың жай-күйіне анау айтқандай әсер етпейді. Ал қыста және көктемде өте күшті жел соғады, десек те көбінесе қысты күні күштірек соғады. Осы орындарда мұздың жылжуы салдарынан мұздың конфигурациясы өзгереді. Бұл да мұзды итбалықтардың күшіктеуіне пайдалану мүмкіндігіне әжептәуір әсер етеді. Қысы жылы болғанда Каспийдің солтүстік жағасының шағындау шетінде ғана мұз қатады. Ал қыс қатты болғанда оның ауданы әлдеқайда үлкен. Қазақстандық акваторияда ол Маңғыстауға дейін, ал ресейлік акваторияда Махачкалаға дейін дерлік созылады. Әттең қазір ондай жағдайлар бұрынғыдай жиі болмайды және мұның өзі де Каспий ит балығының жағдайына әсер етеді. Оның неше күшік туатыны және тиісінше олардың нешеуі аман қалатыны осы Каспий ит балығының санына ықпал етеді. Осыған орай осы мұз жағдайына, мұз күйіне тұрақты түрде мониторинг жүргізіліп жатқаны өте маңызды. Ол бірқатар нәрселерді болжауға мүмкіндік береді. Он ведется постоянно, и он позволяет прогнозировать некоторые вещи. Әр әуе санағы алдында НАСА сайтынан мұз жағдайының картасына талдау жасалып отырады. Бұл мұз жамылғысының ашық сумен шектесіп жатқан нақты аймақтарын зерттеуге керек. Ит балықтар күшіктеу кезеңінде дәл сондай аудандарда шоғырланады. Ескек аяқтылар отрядының ең майда өкілі Каспий ит балығын зерттеу жұмыстары 2020 жылғы ақпанда жаңа белестерге жетті. 2012 жылдан бері алғаш рет солтүстік шығыс Каспийдің мұз алқабындағы ит балықтарға әуеден санақ жүргізілді. Көктемнің басында солтүстік Каспийдің оңтүстік шығыс бөлігіндегі түлеу жатақтарына санақ жүргізілген еді. 2019, 2020 және 2021-2022 жылдары қыс ерте түсті деуге болады. Олардың сипатының ықпалымен Каспий ит балығының күйлеуге жарайтын ұрғашыларының жаппай күшіктеу кезеңі анағұрлым ерте мерзімдерге ығысты. Қыс үшін жоғары ауа температурасы мен дауыл жел солтүстік Каспийдің батыс бөлігіндегі мұз жамылғысын бұзып, популяцияның күшіктеуші басым бөлігі оның шығыс бөлігінде шоғырланды. Алайда климат катаклизмдеріне қарамастан, әуеден санау ит балықтардың шығыстағы мұз бетіндегі барлық жатағында жүргізілді және қысқа мерзімде популяция саны есептелді. 2020-2021 жылғы қыс Каспий ит балығының күшіктеуіне әлде қайда қолайлы болды. Солтүстік Каспийдің едәуір бөлігінде мұз қатты. 2021 жылғы қаңтардың аяғына қарай мұз жамылғысы оңтүстікке қарай ит балық аралдарына дейін және одан да әрі кеңейді. Мұз жамылғысының осы ең оңтүстік бөлігінде Каспий ит балығы жатақтары түзіле бастады. Алайда ақпанның алғашқы 10 күндігінде күн біршама жылып, мұз алаңының ауданы 90%-дан 64%-ға дейін едәуір азайды. Мұз алаңының оңтүстік бөлігі теңізде дауыл соққаннан бұзылды. Кейінгі жылдардың қысында Каспий ит балықтарының күшіктеуі қанағаттанарлық деңгейде өтті. Бұған күшіктердің тұрқы, қоңы және өңі айғақ. Фотосуреттерде көптеген қоңды, бөшке тәрізді пішінді ит балықтар белгіленген ересектер мен күшіктер. Бұл да ит балықтардың жақсы күйін көрсетіп тұр.
Бұрынғы жылдары жүргізілген зерттеулер нәтижесі бойынша 20 ғасырдың басында Каспий ит балығының популяциясы 1 миллион бас болса, 2006-2012 жылдары олардың саны 100 мың болған. Популяция саны азаюына тағы бір себеп – ит балықтардың иммун жүйесі әлсіреп, аурулардан қорғану қабілеті нашарлауы болуы мүмкін. Каспий ит балығы популяциясының қазіргі күйіне сүйеніп айтсақ, 2022 жылға қарай оның есептік жалпы санының төменгі шекарасы 311 мың бас болып отыр. 2012, 2020, 2021 және 2022 жылдардағы деректерді талдағанда, 2022 жылы күшіктер саны 2012 жылғы деректермен салыстырғанда 19% және 2020 жылғы деректермен салыстырғанда 4,5% өскенін көрсетті. Съемка проводилась с небольшого самолета Piper, который оснащен вот этой аппаратурой. То есть это тепловизионная аппаратура, это фотоаппаратура. Сурет мына аппаратура орнатылған шағын Пайпер ұшағынан түсірілді. Яғни бұл жылуды байқағыш аппаратура, өлшемі жоғары және дәл өлшейтін навигациялық аппаратура. Осы түсірілімді орындауымызға спутник камералардың деректері және NCOC компаниясынан келіп түсетін мұзжарғыш кемелердің қозғалысы туралы, мұздардың сипаттамасы мен мұзжарғыш кемелердің жолында кездесетін итбалықтар туралы ақпаратты қамтитын деректер өте жақсы көмектесті. Сонымен бірге NCOC бізге жұмыс істеуге, ұшу жұмыстарын жүргізуге қажет орындарды анағұрлым дәлірек анықтаушы мұз бойынша радиолокациялық және көрінетін диапазондағы жақсы суреттер ұсынды. Осы деректердің бәрі бізге итбалықтары болу мүмкін орындарды табуға мүмкіндік береді. Оған қоса орындалған осы 4 ұшу жұмысы итбалықтар саны біршама жоғары деңгейде екенін көрсетті. 3 деңгейден, ғарыштан, мұзжарғыш кемелерден және ұшақтан алынған ақпарат итбалықтар орналасуының туралы анағұрлым объектив көрінісін алуға мүмкіндік береді. Объективно получить картину распределения тюленей. Әуеден санау қыста ғана емес, сонымен қатар көктемде түлеу жатақтарында және күзде итбалықтар қыс алдында шоғырланатын құмды аралдарда жүргізіледі. Көктемде және күзде итбалықтар солтүстік Каспийдің шығыс және батыс жағалауы маңындағы шағын аралдарда шоғырланады. Осы шағын аралдарда ғалымдар кешенді зерттеу жұмыстарының тағы бір бөлігін жүргізеді. Итбалықтарға спутникпен байланысы бар және олардың орналасқан жері мен қоныс аудару маршруттарын тіркеп отыратын ен салады. Спутникпен байланысы бар телеметриялық ен дүние жүзінде теңіз сүтқоректілерінің мекендеу ортасы мен қоныс аудару жолдарын зерттеуге кеңінен қолданылады. Жалпы алғанда, Каспий ит балығының қоныс аударуы әлі толық зерттелмеген. Осыған орай NCOC компаниясы Каспий ит балығының мінез құлқы мен экологиясы туралы жаңа мәлімет алуға мүмкіндік беретін спутникпен байланысы бар ен салу арқылы зерттеу жүргізіп жатыр. Компания ит балыққа спутникпен байланысы бар ен салумен байланысты зерттеу жұмыстарын бастауы Каспийдің эндемигін зерттеп тануға жаңа технологияларды қолдану, ит балықтар тіршілігінің анықталған қырларын түсіну, компанияның өндіріс операциялары мен инфрақұрылымының ит балықтар популяциясына жағымсыз әсер етуі ықтималдығын азайтуға керек. Спутникпен байланысы бар телеметрия деректері басқа зерттеу деректермен бірге компанияның осы бағыттағы жұмысын жоспарлауға қажет ақпаратты алуға мүмкіндік береді. Ит балықтардың жатақ орындарын анықтау үшін Каспийдің солтүстік шығыс бөлігіндегі теңіз жағалауы аймағы мен аралдарының үстінен тікұшақпен іздеу жұмыстары жүргізілді. Ен салу және физиологиялық деректер алу үшін ит балықтар жағада арнайы тор дорба салып та, қайықтан тор салып та ауланды. Іріктеп алынған ит балықтар тор зембілдерге байланып, сол жерден оларға ен салынып, биологиялық сынама материал алынып, сол сынамаларға қарап, ит балықтардың денсаулық жағдайына талдау жүргізілді. Ен салынған бойда ит балықтардың бәрі суға жіберілді.
және 2020 жылдары халықаралық кешенді зерттеу бағдарламасы шеңберінде итбалықтардың қоныс аудару жолдарын зерттеп тану мақсатында спутникпен байланысы бар радиомаяктар 20 итбалыққа ойдағыдай орнатылды. Компания экологтері 5 жылдық жоспар бойынша тағы 50 маяк орнатуды жоспарлап отыр. Алынған деректер келешектегі зерттеулерге негіз болып, итбалықтың қоныс аударуы мен Каспий акваториясын пайдалануы туралы түсінік береді. Иен салу жануарлардың 250 метрден 1500 метрге дейінгі дәлдікпен анықталатын күнделікті жадатын жері туралы ақпарат алуға, қоныс аудару жолдарын қадағалауға және құрлыққа немесе мұз бетіне шыққан орындарды тауып тануға мүмкіндік береді. Сөйтіп, ғалымдарға итбалықтардың қоныс аудару жолдары, олардың қоңдану және күшіктеу орындары бейнеленген бүкіл көрініс ашылады. Еннен берілетін радиосигналдарды сол аумақтың үстінен ұшып өткен спутник тіркейді. Спутник сигнал беруші құрылғыдан сигнал қабылдауы үшін сол құрылғы мен антенна толық су бетінде болуы шарт. Еннің қызмет ету ұзақтығы түлеу кезегімен шектелген. Каспий итбалығының күзгі қысқы қоныс аудару сипаты анағұрлым күрделі екені анықталып танылған. Бұрын итбалықтар қыс түсерде солтүстікке қарай жылжып, бүкіл мұзды маусым бойына Каспийдің солтүстік бөлігінде қалады делінетін. Сондықтан ен салу жолымен жүргізілген зерттеулер барысында анықталған динамикалық мінез-құлық осы түрде зерттеп танудағы жаңа маңызды ақпаратты көрсетті. Яғни жануарлар мұз қатқан аймаққа көп рет келіп, көп рет кері қайтып отырған. Сондай-ақ едәуір оңтүстікке қарай орналасқан аймақтарға барып отырған. Күз бойына итбалықтар Каспий теңізінің қазақстандық бөлігінің солтүстік шығысындағы суы тайыз жерлерді мекен еткен. Бұл аудан жануарлардың күзгі қонысы болуы әбден мүмкін. Әрі оны қысқы мұз қатуын күтіп жүрген күшіктейтін ересек популяцияның елеулі бөлігі пайдаланса керек. Ен салынған итбалықтарды қадағалауға мүмкіндік беретін спутникпен байланысты телеметрия деректері қазан айынан мұз қатқанға дейінгі аралықта Комсомолец шығанағынан Жайық өзенінің сағасына дейінгі Каспий теңізінің солтүстік шығыс бөлігі мен жағалау миграция дәлізі қоректену, тынығу және қоныс аудару үшін маңызды аймақтар екенін көрсетті. Қоңдану кезеңінде итбалықтардың көбінің тіректері көп орын ауыстыру, теңіздегі шамамен 10-20 шаршы километр болатын шағын, олар қорек табуға пайдаланатын шектеулі аймақтарда болғанын көрсетті. Қоректік миграция бірнеше күннен бірнеше аптаға дейін жалғасады. Зерттеу деректері жекелеген итбалықтар белгілі бір мекендерде, мысалы суы таяз, терең емес жерде, немесе ашық не болмаса керісінше жағаға таяу аймақтарға ұштасатын белгілі бір қоректік жайылымдарда қондануға бейімделе алатынын көрсетіп отыр. Зерттеулердің бүкіл кезеңі бойына ен салынған итбалықтардың көбі салыстырмалы қарқынмен орын ауыстырып отырған. Олар айына шамамен 1000 шақырым жүзіп, күніне 18-58 шақырым аралығында жылжи отырып, біршама тұрақты орын ауыстыру жылдамдығын көрсетті. Итбалықтарға ен салумен қатар биологиялық сынамалар алынады. Итбалықтардың түгінен және қанынан, шырышты қабығынан алынған сынамаларға қарап, кейін паразитологиялық, микробиологиялық, иммунологиялық, токсикологиялық, генетикалық және вирусологиялық талдаулар жүргізіледі. Для изучения современного состояния здоровья группой специалистов из России и Казахстана проводится отбор проб на Жануарлардың қазіргі кездегі денсаулық күйін зерттеу үшін Ресей мен Қазақстан мамандар тобы морфометриялық, генетикалық, серологиялық, гормондық, вирусологиялық, паразитологиялық зерттеулерге сынама алады. Олардың нәтижелерін алғанды біз дараның
денсаулық жағдайы қандай екенін айта аламыз. Оған қоса, Каспий ит балығының организмінде түрлі токсиканттар, ауыр металдар бар жоғын анықтауға қажет сынамалар алып, токсикологиялық зерттеулер жүргіземіз. Итбалық бортқа әкелінгенде алдымен одан морфологиялық көрсеткіштер алынады. Содан кейін вирусологиялық және паразитологиялық зерттеулерге қан мен жұғынды, серологиялық және генетикалық зерттеулерге түгінен сынама алынады. Сонымен қатар Каспий ит балығының қысқы және көктемгі қоныс аударуына мониторинг жүргізу үшін спутникпен байланысы бар ен салынады. Осы зерттеулердің бәрі жануардың денсаулығына зиян келтірмейтін, оны жараламайтын әдістермен жүргізіледі және сынама алынғаннан кейін бұл жануарлардың бәрі еркіне жіберіледі. И после отбора проб, получается, животные все были отпущены. Биологиялық сынама алу популяцияның аман саулығын, оның түрлі инфекциялар мен ауруларға төтеп беру қабілетін бағалау үшін қажет. Токсикологиялық талдау ит балықтардың қанында, ағзасында және тіндерінде қандай ластаушы заттар бар, олардың концентрациясы қандай екенін анықтауға мүмкіндік береді. Тағы бір қызық сұрақ бар. Ит балық популяциясы бірегей ме, әлде субпопуляциялардың қайсысы күйзеліске көбірек шалдыққан? Осы мәселенің анық-қанығын білу үшін генетикалық зерттеулер жүргізіледі. Зертханадағы зерттеулерге керек ит балық биоматериалы қазақстандық және ресейлік акваториядағы далалық жұмыстар кезінде тірі және өлі ит балықтардан алынады. Мұрын, ректалдық шайындылар мен секциялық материал кейін зертханада талдау жүргізу үшін Алматыдағы микробиология және вирусология ғылыми зерттеу орталығына жолданады. Қазір Каспий ит балығының биологиясы мен экологиясы туралы бәрі белгілі деуге болмайды. Популяциядағы түрлі аурулар айналымы зерттелмеген және жануарлар иммунитетінің деңгейі бағаланбаған. Олардың гормондық статусы туралы ақпарат және түрдің генетикалық құрылымы туралы түсінік, сондай-ақ ит балықтардың жасын анықтаудың инвазив емес сенімді тәсіл жоқ. Осы мәліметтердің бәрі Каспий ит балығын қорғаудың ойға қонатын және тиімді шараларын әзірлеуге қажет. Ит балықтарды кешенді зерттеу бағдарламасы көп мәселенің ішінде осыларды да шешу үшін әзірленген. Благодаря современному развитию науки и в том числе Ғылымның соның ішінде молекулалық диагностиканың заманауи дамуының арқасында қазір вирустық ауруларға ауқымды зерттеу жүргізе аламыз. Біз белгілі бір тәжірибе жинақтадық және жануарлар арасындағы, теңіз жануарлар арасындағы әлемге белгілі вирустардың бәрін де анықтай аламыз. Бізде тіпті әлемде әлі белгісіз жаңа вирустарды анықтау мүмкіндігі бар. Молекулалық зерттеу әдістері көмегімен біз бактериологиялық, паразитологиялық және вирусологиялық зерттеу жүргізе аламыз. и вирусологические исследования. Каспий ит балығы популяциясының аман саулығына оның қоректену сипаты да әсер етеді. Көктемнің аяғынан бастап, күздің ортасына дейінгі бүкіл қоңдану кезеңі бойына жануарлар түрлі азық жейді. Олардың қорегі негізінен майда балықтар, бұзауқас, майшабақ тұқымдастар, сонымен қатар шаян тәрізділер. Осы кезде жануарлардың қоңы артады. Көктемде ересек еркек ит балықтың массасы 40-45 килограмм болса, қаңтарға қарай 56-63 килограммға жетеді. Күшіктеу және түлеу кезеңінде ит балықтар үшін қоректену аса маңызды емес. Азық жоқ кезде жануарлар ашықса да мұз үстінен кетпейді. Мұз еріп кеткеннен кейін ит балықтар ұзақ уақыт суда қалуға мәжбүр. Олардың мұз үстіндегі үлкен жатақтары маңында біраз бытырап кетуі азық іздеуге байланысты. Мамандар ит балықтар организмінің уытты органикалық заттектермен ластануына көп көңіл бөліп отыр. 2020 жылы токсикологиялық зерттеулер 3 бағытта жүргізілген. Ит балықтардың қанында, терісі мен сезгіш мұртшаларында жиналатын тұрақты органикалық ластағыштар мөлшерін, ауыр металдар мөлшерін және сынап мөлшерін кешенді зерттеу. Жалпы алғанда, ластағыштар мөлшері Каспий ит балығы популяциясын депрессиялық күйге түсуі ықтимал болатын мәндерден төмен.
Каспий ит балығы жыртқыш және қорек тізбегінің жоғарғы буынында жатады. Мұз жоқ кезеңде оның жаулары жоқ. Қыста мұз алаңы акваториясындағы күшіктеу кезеңінде жаңа туған күшіктер ақ құйрық су бүркіттің, сонымен қатар сол жерлерге кіріп кетуі мүмкін қасқыр, шибөрі, қарсақ сынды жыртқыш аңдардың жемтігіне айналады. Қысқы кезеңдегі мұз жарғыш кемелер қозғалысы ит балықтарға әсер ететін тағы бір фактор. Қысқы навигация кезінде олар кемелер қозғалысы жолына шығып кетуі мүмкін болғандықтан бұл кезде анағұрлым осал келеді. Осыған орай ит балықтардың тіршілік ету аспектілерін түсіну, мекендейтін орнын, мұз жарғыш кемелердің қозғалысына реакциясын зерттеу компания қызметінің ит балықтар популяциясына тигізетін әсерін барынша азайтуға мүмкіндік береді. Алайда кеме қозғалысының әсері әртүрлі болатынын атап өткен жөн. Бір жағынан ит балықтар үшін маңызды осы кезеңде мұз жарғыш кемелер қозғалысынан ұрғашылар үркіп, суға түсіп кетуі, ақүрпектер абайсызда пайда болған иірімге және кеменің тұмсық бөлігінің астына түсуі мүмкін. Енді бір жағынан мұз жарғыш кемелер тегіс мұз алаңы арқылы өтуінен кейін мұз үстінде жатқан жануарлар үшін қолайлы су аралықтары мен жылымдар пайда болады. Қысқы кезеңде қашаған кен орнында теңіздегі өндіріс операцияларын қолдау жұмыстары мұз жарғыш кемелер көмегімен іске асырылады. Әрине, қысқы мұз жарғыш кемелердің навигациясы итбалықтар популяциясына белгілі бір шамада әсер етеді және компаниямыз мұз жарғыш кемелерден жүргізіп жатқан зерттеулер Каспий итбалығының күшіктеуі және күшіктерін емізуі кезеңінде оның популяциясына мұз жарғыш кемелердің әсерін азайту жөнінде ұсыныстар мен шаралар әзірлеуге мүмкіндік берді. Жалпы алғанда мұз жарғыш кемелерде жүргізілетін зерттеулер итбалықтың кемелер жақындаған сәттегі мінез құлқын зерттеуді және оларға тиетін әсерді азайту жөнінде жаңа ұсынымдар әзірлеуді көздейді. Жыл сайын мұз жарғыш кемелердің қысқы қозғалысы кезінде итбалықтар күшіктейтін маусым алдында мұз жарғыш кемелердің капитандары мен экипаждарына нұсқау беру сияқты шаралар жасалады. Мұз жарғыш кемелердің жүретін жолы бойындағы итбалық жатақтарына тікұшақтардан барлау жүргізіледі. Кемелерде итбалықтарды қадағалаушы арнайы оқып үйренген мамандар болып, итбалықтарды қағып кету қаупін алдын ала ескертіп отырады. 2006 жылдан бастап күні бүгінге дейін мұз жарғыш кеме бортынан жүргізілген зерттеулер итбалықтар мұз жарғыш кеме өткенін қалай қабылдайтыны онымен арадағы қашықтыққа байланысты екенін көрсетті. Кейінгі жылдары компанияның мұз жарғыш кемесі итбалықтарды қағып кеткен бірде-бір оқиға тіркелмеген атап өткен жөн. Аталған пәрменді шаралардың бәрі осы теңіз қоректілерінің популяциясына тиетін әсерді жеңілдету үшін жыл сайын жетілдіріледі. Сонымен қатар солтүстік Каспийде қысқы кезеңде итбалықтар популяциясына тиетін әсерді барынша азайту, төмендету үшін қашаған кен орны мен Баутин базасы арасындағы жүретін мұз жарғыш кемелер саны 2 данаға дейін азайтылды. Судна компания с тюленями. Қысқы кезеңде Маңғыстау облысындағы Баутин теңіз операцияларын қолдау базасынан қашаған кен орнына дейін әдетте 2 мұз жарғыш кеме жүреді. Олар бүкіл қысқы навигация кезеңінде 5-8 рейс жасайды. Әр мұз жарғыш кеме түнде және күн райы қолайсыз болғанда жолдағы ит балықтар шоғырын ерте байқау үшін инфрақызыл жылу байқағыш құралдарды пайдаланады. Инфрақызыл камераның сезгіштігі өте жоғары. Мысалы, 1 шақырым жердегі жануарлар экранда анық көрініп тұрады. Бұл кемелерге оларды қағып кетудің алдын алуға мүмкіндік береді. Қадағалаушылар тобы мұз жарғыш кеме қашаған кен орнына барған әр сапарында бортта болады. Арнайы оқып үйренген ит балық қадағалаушылар және табиғатты қорғау саласындағы бақылаушы органдар өкілдері әр кеменің бортынан капитан мінбесінен үздіксіз қарап тұрады. Вахтаны үнемі 2 қадағалаушы әр жағынан 1 адамнан немесе мінбенің ортасында
балықтарға бір қадағалаушы атқарады. Ит балықтар шоғырлануы мүмкін орындардан түнде өткенде, капитан мінбесіне қадағалаушылардың бәрі әр жағынан екеуден жиналады. Мінбенің әр жағында тұрған ит балық қадағалаушылар мұз жарғыш кеменің алдындағы және екі жағындағы мұз бетін дүрбі салып қадағалап отырады. Ит балықтар бар жоғы, бар болса, олардың саны тіркеледі. Мұз жарғыш кеме бортынан басталатын қашықтық лазерлі қашықтық өлшеуіш көмегімен өлшенеді. Жол бойында ұшырасқан ит балықтар мүмкіндік болғанда мінбенің әр жағынан ауыспалы фокустық объективі бар цифрлық камерадан суретке түсіріледі. Мұз жарғыш кемелер қозғалысының ит балықтарға тигізетін әсерін зерттегенде, мұз жарғыш кемелер кеме жолынан шамамен 100 метрге дейінгі жердегі аналықтар мен күшіктердің мазасын алатынын көрсетті. Сондықтан әсерді азайту шараларының негізгі мақсаты мұз жарғыш кемелер күшіктер жатқан жерден 100 метрден астам алыс өтуін қамтамасыз ету. Жүргізілген қадағалауларға сүйеніп 150 метр қашықтық зиянсыз екені анықталды. Сөйтіп, мұз жарғыш кеменің күшіктеп жатқан ит балықтар шоғырларын айналып өтетін маршрутпен жүруін жоспарлау арқылы әсерді азайту мүмкін болады. Күшіктеп жатқан ит балықтар аса тығыз шоғырланбаған аудандарда әсерді азайту жөніндегі борттан жасалатын шаралардың мақсаты мұз жарғыш кеменің алдындағы мұз үстінде кез келген ит балық шыға келуі ықтималдығын қадағалау және кеменің жануарлардан қауіпсіз қашықтықта өтуіне мүмкіндік беретін маневрлерді орындауын қамтамасыз ету. 2016-2021 жылдардағы навигация кезеңінде ит балықтарға зиян тиген жоқ. Бірде-бір ит балық не ақүрпек зардап шеккен жоқ. Қадағалаушылардың кеме экипажының оңтайлы әрекеттері, кеменің жылдамдығын азайту, маневрлер орындау немесе кемені толық тоқтату ит балықтар мен ақүрпектердің қауіпсіз қашықтыққа кетуіне мүмкіндік берді. NCOC компаниясы қаржыландырып жатқан Каспий ит балығын кешенді зерттеудің 5 жылдық бағдарламасы осы теңдессіз жануарды сақтау жөніндегі ғылыми тұрғыда негізделген табиғат қорғау іс-шараларын әзірлеуге негізгі ақпарат көзі болып отыр. Ұзақ мерзімді келешекте Каспий маңындағы елдердің бәрінің ғылыми әлеуетін біріктіру жоспарланып отыр. Бұл климат өзгеруі мен Каспий қайраңын шаруашылық тұрғыдан игерудің өсуі жағдайында Каспий ит балығы популяциясын және теңізді мекендейтін өзге де түрлерді сақтау шараларын әзірлеуге және енгізуге Каспийдің теңдесі жоқ нәзік экожүйесін, оның қайталанбас бірегейлігін сақтауға мүмкіндік береді.